Қайырлы күн, достар. Бүгін фарштан шашлыкты табада көкөністермен бірге пісіріп дайындайтын боламыз. Әуелі фаршты үккіштен өткізген пияздың үстіне салып, тұз, бұрыш сеуіп, фаршты таяқшаларға қолмен қысып отырып, шашлык тәрізді дайындаймыз. Қазанға май қойып, екі жағын аударыстырып отырып, қызартып қуырып аламыз. Содан соң көкөністерді турап, қазанға кезекпен салып араластырып қуырамыз. Әуелі картопты қуырамыз. Содан соң баклажан, кабачок, болгар бұрышын саламыз. Араластырып отырып, қызартып қуырамыз. Үстінен алдын ала дайындап алған шашлыкты таяқшасымен қойып шығамыз. Қазанның қақпағын жауып, 40-45 минутта бұқтырамыз. Дайын шашлыкты көкөністермен бірге ұсынамыз. Міне достар, өте дәмді шашлык дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің ерекше рецепттерімнің бірі. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып, лайк қоюды, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.